Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін осындай сақина лептінді жасауды үйрететін боламын. Ол үшін маған бар болғаны жасыл түсті бисер керек болады. Сосын екі қызыл. Менде сары табылмады, сол үшін мен осындай түсті алдым. 6 сары түсті бисер керек. Сосын оның крышкасын жасау үшін осындай дәу бисер керек болады. Ол кішкене қаралау болса жақсы болады. Менде бірақ қара табылмады. Бұл видеоны бастамай тұрып лайк басып комментарий жазыңыздар, және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін подписаться етіп колокольчикті басыңыздар. Колокольчикті бассаңыздар, сіздерге уведомление келетін болады. Кәнекей бастайық. Бізге міндетті түрде леска керек болады. Мен осындай 30 сантиметр алдым. Міне леска. Енді мен 4 дана жасыл бисерді салдым сол жақтағы лескаға. Енді мен оң жақтағы лесканың соңын сол 4 бисердің ішіне кіргізетін боламын. Мен тартамын тура ортасына. Енді біз осылай салатын боламыз. Мынаның тұрған орнына сіздер сары түсті бисер салатын боласыздар. Мен бұны оң жақтағы лескаға салдым. Енді сол жақтағы лесканың соңымен кіргізетін боламын. Сосын соны тартамыз. Енді біз 2 сары, сосын 2 қызыл бисерді салатын боламыз. Тура бағанағандай оң жақтағы лесканың соңын сол салған пустой сол 4 бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Енді біз 2 жасыл, сосын 2 сары түсті бисерді салдық. Енді тура бағанағандай пустой тұрған лесканы сол 4 бисердің ішіне кіргіземіз. Енді біз 3 жасыл бисер саламыз. Сосын пустой тұрған лесканың соңын сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Енді 2 дана жасыл бисерді саламыз. Тура бағанағындай пустой тұрған лесканың соңын сол 2 жасыл бисердің ішіне кіргіземіз. Енді мен сол жасыл түсті бисер бар ғой, соны саламыз 1 дана. Сосын соны киіммен 3 рет байлайтын боламыз. Енді осындай болып шығады. Біз енді бұның қалған лескасын қырып тастау керекпіз. Енді біз лептінімізді жасап болғаннан соң 15 сантиметр тағы лесканы алатын боламыз. Сол лесканы қызыл түсті тұрған, қызыл мен сары түсті тұрған бисердің ішіне кіргізетін боламыз. 4 сол бисердің ішінен өтеміз. Сосын біз осы лептінің 2 жағынан да жасыл бисерден толтыратын боламыз. Енді бізде осындай өте әдемі лептін шықты. Сіздерге менің видеомды лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін подписаться етіп колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.